Балалар, бүгін бізге мен зерттеушімін деген байқау келіп тұр. Байқауға қатысамыз ба? Ол байқауға қатысу үшін біз бір нәрсені зерттеуіміз керек. Сендер менімен зерттеу жұмысын жүргізесіздер ме? Ол үшін мен сіздерге қазір бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап беріңіздер, иә? Қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады? Құстар жаққа ұшып келеді. Иә, жақсы тағдыр. Ериді. Иә. Гүлдер өсіп шығады, иә? Айналаның барлығы балалар жап-жасыл түске енеді екен. Енді балалар, мен сендерге зерттеу жұмысын алып келген. Ол өз қолымыздан көк шөп өсіруге бола ма? Болмай ма? Соны зерттеп қарайық. Зерттеу жүргіземіз ба? Иә. Дұрыс. Енді бізге не керек деп ойлайсыздар? Бидай. Су. Енді осы бидайымызды жақсылап жуамыз. Суды құямыз бидайға. Енді жақсылап қолымызбен араластырып жуып алайық. Мен бүйтіп аламын. Енді бидайымызды жайлап ыдысқа қоямыз. Шашыратып ыдысқа қойып шығамыз. Айналып келе оның жағына. Жарайсыңдар. Осыдан біз өнім аламыз қазір. Бұны бірнеше күн күтеміз. Бір күннің ішінде бұдан өнім шығады, сосын оны күнде суарып тұрамыз. Апай? Дұрыс. Жақсы, жарайсыңдар. Енді келіңдер орныңызға. Енді балалар, бұны етіп жауып қоюымыз керек. Кішкене ауа кіретіндей етіп, орын қалдырамыз да жауып қойып, бір күн күтеміз. Бір күннен кейін бұл өнім беру керек. Бүгін біз кешегі бидайымызды ашып қарайық. Вау! Біздің бидайымыз көп жыл өсіп келеді. Жемімізді көп суға қойыппыз. Бүгін зерттеуіміздің екінші күні. Еккен бидайымызды ашып қарайық. Вау, кішкене өскен екен. Суға тоғайықпыз. Енді бетін жауып қою керекпіз. Зерттеу жұмысымыздың үшінші күні. Бізді қолдан жасаған шөбіміз өсті ме, тағы да өспеді ме қарап көрейік. Қане ашайық. Вау, кішкене өскен екен. Өскен екен, иә? Қараңдаршы балалар, сонда қолдан шөп өсіруге болады екен? Болады. Иә, болады екен. Біз оған не істедік? Суады. Иә, күнде суады, иә? Біз бұндай өнім алу үшін бірінші бізге не керек болды? Су. Иә, сосын? Бидай керек болды, иә? Балалар, бізде көріп отқан көрермендерге айтайық, осылай сіздер де қолдан жасауларыңызға болады. Сіздерге тәжірибе ұнады ма? Иә. Енді тағы да суарып қояйық. Жақсы. Сау болыңыздар деп айтайық. Сау болыңыздар.